Тәрбиенің мақсаты не? Тәрбиенің не екенін белгілі бір деңгейде түсініп болдық деп үміттенемін. Енді бұл тәрбиенің мақсаты не? Бұл тәрбие бізге не үшін керек? Осыны ойланайық. Бұл сұраққа жауап беру үшін қайтадан білікті осы жолды жүріп өткен мамандардың сөзіне, тәжірибесіне үңілейік. Мағжан атамыз не дейді? Тәрбиеден мақсұт адамды һәм сол адамның ұлтын асса барлық адамзат дүниесін бақытты қылу дейді. Тәрбиенің мақсаты адамды, мүмкін болса оның қоғамы, мүмкін болса тіпті бүкіл адамзатты бақытты қылу дейді. Ары қарай жалғастырады. Қысқасын айтқанда, тәрбиедегі мақсұт, яғни мақсат, адам деген атты құр жала қылып жапсырмай, шын мағынасымен адам қылып шығару дейді. Қараңызшы, адам болуды бақытты болумен өлшейді. Мүмкін біздің түсінігімізде бұл екі ұғым екі бөлек ұғым болуы мүмкін. Біз адам болуды мүлдем басқа заттармен өлшеуіміз мүмкін, бақытты болуды мүлдем басқа заттармен өлшеуіміз мүмкін. Бірақ мына ғалымдар, және тек қана Мағжан Жұмабай емес, кез келген педагогты алатын болсақ, осы бір ойға келеді. Бақытты болуды адам болуды бақытты болумен өлшейді. Яғни біз қаншалықты бақытты бола алған болсақ, біз соншалықты адам болып тұрмыз. Сол адам деген атқа лайық болып тұрмыз. Көбіміз ата-ана ретінде осы бір бақытты болу мен адам болу ұғымын қатты ажырата бермейміз. Біз көбінесе ойланып көріңізші, баламыздың бақытты болғанын қалаймыз ба, табысты болғанын қалаймыз ба? Қайсысын таңдайтын едік? Баламыздың адам болғанын қалаймыз ба, маман болғанын қалаймыз ба? Тағы да ойланып көрейік. Кейде мынандай болады, біз баламыздың бір маман болғанын, баламыздың табысты болғанын қалаймыз. Біз оларды сондай үйірмеден үйірмеге сүйрелеп жүреміз. Әйтеуір бір шықсыншы бірдеңке дейміз. Мен шықпаған асуға шықсыншы деген жақсы бір ниет болады. Ондай жақсы ниет, бірақ жеткіліксіз еді. Бұл жерде мынандай бір қызық зат бар да, біз баламызды осындай бір жолмен, баламызды табысты қылу, баламызды маман қылу жолымен жүрген кезде біз оның бақытына нұқсан келтіреміз. Сәйкесінше оның адам болуына нұқсан келтіреміз. Я, кейде біз баламыз табысты, баламыз маман болып кетіп жатуы мүмкін, біз оны қанағат етіп мақтан тұтамыз. Көп ата-анадан сұраймыз, балаңыздың қандай болғанын қалайсыз, кім болғанын қалайсыз десеңіз, көп ата-ана баламның чемпион болғанын қалаймын, президент болғанын қалаймын, табысты болғанын қалаймын, предприниматель, кәсіпкер болғанын қалаймын дейді. Өте аз ата-ана баласының адам болғанын қалайды. Бір жағынан бұқаралық ақпарат құралдың әсері ме екен, қоғамның әсері ме екен, сондай бір көріністер, сондай кейстер бізді баламызды соған итермелеуге мәжбүрлейді. Бірақ назатты қараңызшы, біреу баласын белгілі бір жолмен тәрбиеледі екен деп, одан маман шығара алғандығы бізге тура соны істесек, тура соны қайталай аламыз деген сөз емес. Мынандай бір мысал келтіріп көрейік. Кезінде дельфин ақылды деген пікір қалыптасады. Неге? Өйткені дельфиндар кеме апатқа ұшыраған кезде адамдарды жағаға алып шыққан. Содан адамдар оны ақылды екен деп, бұны керемет сана иесі деп ойлайды. Бірақ ғалымдар айтады, сол дельфиндар кеме суға батқан кезде жай ғана адамдармен ойнаған шығар дейді, итеріп. Жай ғана кейбір адамдар жағаға кетті де, қаншама адам ары қарай кетті. Біз ары қарай кеткен адамдар туралы дерегіміз жоқ, білмейміз не болған. Біз тек мыналарды ғана білеміз. Және осылардың негізінде ғана дельфинді ақылды деп санауымыз орынсыз дейді. Ол мынандай сияқты да, мысалы қараңыз. Мен бағбан болатын болсам, сізді қонаққа шақырып дастарханға алма қойсам, мен дастарханға ғана қойған алмамның себебінен сіз мен қандай бағбан екенімді айта алмайсыз ғой. Менің ар жақта қаншама алма шіртіп тастағанымды білмейсіз ғой. Көрдіңіз бе? Біз осындай бір ситуацияда толыққанды баға беруіміз үшін біз ойлануымыз керек. Егер біз баламызды маман қыламыз деп жатсақ, табыстың жолына салатын болсақ, онда не болады? Я, біз ұтуымыз мүмкін. Көбінесе ұтыламыз. Ал егер біз баламызды бақытты қыламыз, сәйкесінше адам қыламыз деген жолға түсетін болсақ, онда біз нақты ұтамыз. Біз ұтылмаймыз. Мұны түсіндіру үшін тағы бір танымал педагог Александр Нилдің идеясымен таныстырайық. Ол кісі не дейді? Мағжан атамыз сияқты ол айтады, тәрбиенің, педагогиканың басты міндеті баланы бақытты қылу дейді. Бақыт адамдағы ең бір үлкен зат. Бұл кісі тағы мынандай қосады, біздегі көп баланың проблемасы бақытсыздығында дейді. Ол бақытсыздықты не береді деген сұраққа да жауап береді, бірақ біз бүгін оған кірмейміз, біз бақытқа тоқталамыз. Бұл кісі бақыттың маңыздылығын былай түсіндіреді. Бақытсыз адам ғана өзге адамға зиян келтіреді дейді. Бақытсыз адам ғана өзге біреуге нұқсан келтіреді. Былайша айтқан кезде біздің қоғамда болып жатқан қылмыстық оқиғалар немесе басқа да бір жағымсыз шаралар ол бақытсыздықтан туып жатыр дейді. Егер адам бақытты болатын болса, ол кемел болатын болса, оның тұлғасы өзге біреуге бірдеңке зиян келтіруге ешқандай қажеттілік сезінбейді. Я, оқыс жағдай болып қалуы мүмкін, бірақ жалпы алған кезде ниетті ондай әрекет істелінбейді. Тіпті қарашы, балаңыздың қызғаншақтығы, таластығы менде бар, сенде жоқ деп айтуының өзі осы бір бақыттың қалыптасу процесі ғой.
Яғни біз баламыздың бақытты болуына барынша басымдық беретін болсақ, болашақта оның адам болуына инвестиция жасап жатқандығымыз да. Александр Нилдің айтуынша, бүкіл жамандық дәл осы бақытсыздықтан. Бір жиналыста мынандай бір қалжыңдап мысал келтірген едік. Егер біз баламыздың бақытын сақтай алсақ, бұзбасақ, онда бізге денсаулық сақтау министрлігі керек емес деп. Неге? Өйткені бақытты адам ол статистикалық тұрғыдан да көп ауырмайды. Оның дені сау болады, жаны сау болады. Бақытты адам қылмыс жасамайды, сәйкесінше ішкі істер министрлігі керек емес деп қалжыңдағанбыз. Бұл енді утопиялық, утрированный мысал, бірақ жалпы алған кезде бақыттың маңыздылығы белгілі бір деңгейде біздің қоғамда, біздің тәрбиемізде тиісті орында бағаланбай жатыр. Дәл осы Александр Нилдің мынандай бір сөзі бар. Бала тәрбиелеуде лучше счастливый дворник, чем замученный невротик ученый дейді. Қараңызшы, бағанағы мамандық болу мен адам болуды, бақытты болу мен бақытсыз болуды, табысты болудың арасында қандай баланс қойып тұр да? Дәл осындай цитатаны бірнеше педагогтан тауып ала аласыз. Лучше счастливый дворник, чем невротик ученый дейді. Біз не істеп жүрміз? Біз баламызды невротик ученый болуға дайындап жүрміз. Біз баламыздың мынау болғанын қалаймыз. Ал осы жолда оның бақыты құрбан болатындығы бізге мүмкін беймәлім, мүмкін біз оған саналы түрде барып жатырмыз. Бүйтіп ойлап қалуымыз мүмкін, сонда қалай бұл ғалымдар біздің баламыздың маман болуын, әлемді өзгертуін, керемет сондай бір тұлға болуын қаламайды ма деп. Қызығы, бұл кісінің Саммерхилл деген мектебінен шыққан түлектерді қарайтын болсақ, көбі сондай ғалым болған, мұғалім болған, түрлі салада елеулі қызмет атқарған ел ағалары болып шығады. Мәселе мынада, мәселе біз баланың бақытына, оның сәйкесінше адам болуына басымдық беретін болсақ, фундамент беретін болсақ, оның табысты болуы мен оның маман болуы автоматты түрде жүреді. Ал біз анаған ұмтылып жүріп, мына фундаменттен айырылып қаламыз. Бұл бір екінші қабат салайын деп жүріп, бірінші қабат салуды ұмытып кеткен сияқты ғой. Бұндай ғимараттың өміршеңдігі өте қысқа болады. Тура біздің тәрбиеміздегі сияқты да. Тіпті біздің өзімізге бақытты болу не табысты болу деген таңдау ұсынатын болса, біз табысты болуды таңдап жатамыз. Бақыттың маңыздылығы сондай емес сияқты. Ал бұл жерде кілтті мәселе екеуі де. Біз екеуінің біреуі үшін құрбан шалмауымыз керек. Жай ғана бақыт бірінші жүреді. Біз бақытты болсақ, ол бақыт бізге сол өмірге, түрлі жеңістерге деген ұмтылыс сыйлайды. Баланың бойында да дәл осы ұмтылыс жетіспейді емес пе бүгінде? Біз баланың, қараңыз енді, бақыт туралы әңгіме айтатын болсақ, мынандай бір затқа да тоқталуымыз керек. Бүгінгі бақыт және ертеңгі бақыт. Бүгінгі бақыт туралы айтатын болсақ, яғни ешқандай себепсіз бақытты болу. Біз бұл жерде керісінше баладан үйренуіміз керек. Бала біздің бүгінгі бақытты болудың ұстазымыз. Өйткені ол қарапайым болмашы заттардың өзіне, білмеймін, бір кішкентай сыйлықтың өзіне бақытты бола алады. Біз ғой ол кейін өсе келе біздің қажеттілігіміз өсіп, бүгінде біз бақытты бола алмай қаламыз. Біз үнемі болашақта бақытты болуға тырысамыз. Ал енді бүгін бақытты бола тұра, яғни баланың бүгінгі бақытын бұзбай, ертеңде қалай бақытты боламыз деген сұрақ туады. Яғни екеуін біреуін таңдамау керек болса, екеуін де таңдау керек болатын болса, қалай оны жүзеге асырамыз деп ойланасыз ғой. Бұл алдыңғы сабақта айтылған тәрбие. Енді осы жерде мынандай бір тағы бір ой пікірмен бөліскім келеді. Тәрбиелі деген ұғым түсінікті болу үшін омыртқа деп алайықшы. Мысалы қараңыз, омыртқа біздің қаңқамызды тік ұстап тұратын болса, тәрбие біздің тұлғамызды тік ұстап тұрады. Яғни тәрбиелі, тәрбиесіз дегенде уақытша алмастыра тұрайық. Омыртқалы, омыртқасыз деп. Яғни омыртқасыз біз қаншалықты күн көре аламыз? Омыртқалы дегеніміз не? Ол түрлі қиыншылықтарға төтеп бере алу деген сөз. Ол ертеңде бізсіз, бізден тәуелсіз бақытты бола алу деген сөз. Өзінің өмірінде кездесетін кез келген проблеманы, қиыншылықты өз бетімен шеше алу деген сөз. Яғни біз баламызды тәрбиелі қылсақ, бағанағы бақытына қол сұқпай, онда ол адам болу арқылы, бағанағыдай омыртқалы бола алу арқылы, ол кез келген қиыншылыққа барған болса да, сол қиыншылықты жеңіп шығып, тұлға бола алады. Ал біз не істейміз? Біз оның тұлғасын, оның тамырын, жаңағы омыртқасын ұмытып кетеміз. Біз айналасын ойлап жүреміз оны. Осы жерде тағы бір керемет ғалым Аманашвилидің анықтамасын келтіргім келеді. Ол кісі осы орыс тілінде жақсы келтіреді, воспитанияны ашып түсіндіреді. В ось питание дейді, қарайшы. Өзегін тамақтандыру дейді да. Негізі тәрбие деген сөздің этимологиясын үңілетін болсақ та, өзек негіз деген мағынаны білдіреді. Ал біз негізде емес, қазір біз айналаны ойлап жүрміз. Балам қандай мектепке барады екен, балам қалай қандай балабақшаға барады екен, балам кіммен араласып қояды екен, балам не ішіп жүр екен, не жеп жүр екен деп. Біз сыртын ойлап жүргенде өзегі жайына қалады. Ал бұл өзекті тамақтандырудың белгілі бір ғана уақыты бар. Ертең өзексіз, жаңа омыртқасыз бала қоғамға барған кезде ол шынымен өмірге дайын емес болады. Ал егер біз бар күшімізді, уайымымызды осы бір өзекке салатын болсақ, өзгенің міндетін тізбейтін болсақ, онда шынымен бағанағыдай омыртқалы тәрбиелі ұрпақ тәрбиелейміз. Бақытты ұрпақ, яғни адам тәрбиелейміз. Сонымен тәрбиенің мақсаты қандай? Ол бүгінде біздің себебімізбен ғана бақытты болып отырған баланы ертең бізден тәуелсіз бақытты бола алатындай етіп тәрбиелеу.
яғни адам қылу. Ал ол үшін не істеу керек деген сұрақ келетін болса, оны келесі сабақтан біле алатын боласыз. Іске сәт.